Ескі дәуірдің үнсіздігі мен салтанаты қатар өрілген заманда тас қамалдары көкке тірелген патшалықтың жүрегінде тағдырлар тоғысатын. Сол қамалдың ішінде билік пен міндеттің ғана емес, жүрек пен арманның да күресі жүріп жатты. Бұл патшалықтың тынысы кейде Түркістан секілді көне рухпен көмкерілсе, кейде Алматы тәрізді тіршілікке толы, ал кейде Астана іспетті асқақ салтанатымен ерекшеленетін. Бірақ сарай қабырғаларының ішінде көрінбейтін бір шындық бар еді. Ол шындық ешқандай жарлыққа бағынбайтын. Ханшайым Мәдина патшаның жалғыз қызы, елдің болашағы, саяси келісімдердің тірі кепілі еді. Оның әрбір қадамы мемлекет мүддесіне қызмет ететін, әрбір сөзі ел тағдырына әсер ететін. Бірақ сол мәртебенің астарында қарапайым адам жүрегі соғып тұрғанын ешкім ескере бермейтін. Ал сол жүрек қарапайым ырцар Саматқа тиесілі еді. Самат сарай күзетінде жүрген, тегімен емес, ерлігімен танылған жас сарбаз болатын. Оның өмірі бұйрыққа бағыну, үнсіз қызмет ету, өз орнын білу еді. Бірақ тағдыр оны өз шегінен асып түсетін сезімге жолықтырды. Алғашында бұл тек көзқарас еді. Сарай дәліздерінде, күзет кезінде немесе салтанатты жиындардың шетінде олардың көздері түйісіп қалатын. Бір сәттік қарау мың сөзден артық еді. Екеуі де үндемеді. Бірақ сол үнсіздікте бәрі айтылды. Шымкент мен Тараз жақтан келген елшілер сарайда жиі көріне бастаған шақта Мәдинаның тағдыры да айқындала түсті. Оны алыстағы қуатты патшалықтың ханзадасына ұзату туралы шешім қабылданды. Бұл ел үшін тиімді, бірақ жүрек үшін ауыр үкім еді. Самат бәрін түсінді. Ол өз орнын білді. Бірақ жүрекке әмір жүрмейді. Бір күні кешкісін сарай бақшасында күн батып көкжиек қызыл түске боялған сәтте олар алғаш рет тіл қатты. Бізге бұлай сезінуге болмайды, деді Мәдина жай ғана. Самат жауап бермеді. Себебі ол бұл сөздің рас екенін білді. Бірақ кейбір шындықтар сезімді тоқтата алмайды. Сол сәттен бастап олардың арасында тек махаббат емес, таңдаудың салмағы пайда болды. Және сол салмақ екеуінде өз тағдырымен бетпе-бет қалдырды. Сол күннен кейін сарай ішіндегі әрбір сәт өзгеше мәнге ие болды. Бұрынғыдай көрінген күндер енді үнсіз күреске толы еді. Мәдина мен Самат бір-біріне жақындамауға тырысқан сайын тағдыр оларды қайта тоғыстырып отырды. Бұл кезде соқтық емес, әлде бір ішкі тартылыс секілді еді. Түркістан мен Астана жақтан келген елшілер сарайда жиі бас қосып, алдағы одақтың шарттарын талқылап жатты. Әрбір келіссөз, әрбір құжат Мәдинаның ұзатылатын күнін жақындата түсті. Ал сол күн жақындаған сайын оның ішкі әлемі екіге бөлінгендей күй кешті. Бір жағы ел, бір жағы жүрек. Самат бұл өзгерісті анық сезді. Ол бұрынғыдан да тұйықтала түсті, өз міндетін мінсіз орындап ештеңе байқатпауға тырысты. Бірақ оның жанарындағы үнсіздік бәрін айтып тұрғандай еді. Ол тек күзетші емес, өз сезіммен күресіп жүрген адамға айналды. Түндер ғана олардың шынайы мекеніне айналды. Сарай тыныштыққа батқан кезде олар бақ ішінде ескі ағаштардың көлеңкесінде кездетін. Ай жарығы олардың жүзін көмескі ғана жарықтандырып, әр сөздің салмағын арттыра түсетін. Біз бұлай жалғастыра алмаймыз, деді бір түні Мәдина. Бұл жолы оның дауысы анық, бірақ ауыр шықты. Самат оның сөзін бөлмеді. Себебі ол бұл сөзді іштей өзі де қайталап жүрген. Онда не істейміз? Деді ол ақырын. Бұл сұрақта үмітте, шарасыздықта бар еді. Мәдина үнсіз қалды. Себебі жауап оңай емес еді. Алматы мен Шымкент таласындай кең дүниеде олардың алдында екі ғана жол тұрды. Самат алғаш рет өз ойын ашық айтты. Мен сені алып кете аламын. Бұл сөз батылдықтың шегі еді. Ол бәрінен бас тартуға дайын еді, атақтан, қызметтен, тіпті өмірінен. Тек сол сезімді сақтап қалу үшін Мәдина оның көзіне қарады. Сол көзқараста шексіз махаббатта, терең қайғыда қатар тұрды. Ал ел ше? Деді ол баяу. Бұл сұрақ шешуші еді. Самат үнсіз қалды. Өйткені ол бұл сұрақтың жауабын білмейтін. Және білсе де, оны қабылдау қиын болар еді. Сол сәтте екеуі де түсінді. Бұл тек екі адамның таңдауы емес. Бұл жүздеген,
мыңдаған тағдырға әсер ететін шешім. Ал мұндай таңдауда жүрек әрқашан жеңе бермей. Ұзату күні жақындаған сайын сарайдағы тыныштық ауырлай түсті. Әрбір қадам, әрбір сыбыр бір шешімнің жақындап келе жатқанын аңғартатын. Мәдина мен Самат үшін уақыт бұрынғыдай сырғып өтпейтін болды, ол енді салмақпен. Түркістан мен Астана елшілері соңғы келісімдерді бекітіп, салтанаттың нақты күнін жариялады. Сарайда дайындық қыза түсті. Әсем киімдер, алтын әшекейлер, ұзақ жолға арналған керуен, бәрі де Мәдинаның жаңа өмірге аттануына әзірленіп жатты. Ал оның ішінде екі түрлі дауыс күресіп жатты. Бірі кет, бірі қал. Самат та бос отырмады. Ол соңғы күндері бәрін ой елегінен өткізіп, бір ғана шешімге тоқтаған еді. Бұл шешім тәуекелге толы, бірақ жүрекке жақын жол болатын. Қашу. Сол түні ол Мәдинаны тағы да бақ ішінде кездірді. Желсіз, тыныш түн. Айналадағы әлем демін ішіне тартқандай. Бәрі дайын, деді Самат баяу, біз бүгін кетеміз. Бұл сөз нақты, сенімді шықты. Мәдина сәл үнсіз қалды. Ол бұл сәттің келетінін білді. Бірақ дәл осылай жақын боларын күтпеген. Қайда? Деді ол сыбырлап. Алысқа, ешкім таппайтын жерге. Бәрінен алыста. Бұл еркіндік уәдесі еді. Бірақ сол еркіндіктің артында белгісіздік тұрды. Алматы мен Шымкент таласындай кең дүниеде олар үшін орын табылар еді. Бірақ сол орын олардың өткенін өшіре алмайтын. Мәдина көзіне жас алмай, тек терең тыныс алды. Ал мен кеткеннен кейін не болады? Деді ол. Бұл сұрақ ел туралы еді. Халық туралы, әкесінің сенімі туралы. Самат жауап бермеді. Себебі ол бұл сұраққа жауап бере алмайтын. Және дәл сол сәтте бәрі анық болды. Мәдина бір қадам артқа шегінді. Бұл оның таңдауы еді. Мен бара алмаймын, деді ол ақырын. Даусы дірілдеген жоқ. Бірақ жүрегі сынып бара жатты. Самат алғаш рет сөз таба алмады. Ол дайын еді. Бәріне. Бірақ бұл шешімге емес. Тараз бен Қарағанды арасындағы шексіз даладай, олардың арасындағы үнсіздікте шексіз болып кетті. Бұл біздің соңғы кездесуіміз, деді Мәдина. Бұл сөз үкімет. Екеуі де қарсы шықпады. Себебі кейбір шешімдерге қарсы тұру мүмкін емес. Сол түні олар бірге кетпеді. Бірақ сол түні олардың махаббаты ең ауыр сынақтан өтті. Салтанат күні туды. Таң бозарып атқанда сарай қабырғалары алтын түске малынып, аспанның өзі бұл күннің ерекше екенін сездіргендей еді. Дабыл үні, ат тұяғының дүбірі, елшілердің салтанатты шеруі, бәрі бір ғана оқиғаның айналасына жиналды. Бұл Мәдинаның ұзатылу күні еді. Түркістан мен Астана жақтан келген мәртебелі қонақтар сарай алаңын толтырды. Әрқайсысы бұл одақтың маңызын түсінетін. Бұл тек бір қыздың тағдыры емес, бұл тұтас елдің болашағы болатын. Мәдина салтанатты киіммен, басына тәж киіп, халық алдына шықты. Оның жүзі сабырлы, көзі терең еді. Сырт көзге ол өз тағдырын толық қабылдағандай көрінді. Бірақ ішкі әлемінде бір дәуір аяқталып жатты. Самат та сол жерде болды. Бірақ ол енді жақын емес. Ол көптің бірі ғана. Үнсіз, көрінбейтін, тек жүрегімен ғана сол сәтті сезіп тұрған жан. Салтанат басталды. Сөздер айтылды. Анттар берілді. Және бәрі аяқталды. Керуен қозғалды. Аттар баяу жүріп шаң көтерілді. Мәдина отырған күйме сарай қақпасына шыққанда, ол соңғы рет артына қарады. Сол бір қарас бәрін айтты. Самат оны алыстан ғана көрді. Ол жақындамады. Өйткені кейбір қоштасулар үнсіз өткенде ғана шынайы болады. Алматы мен Шымкент таласындай кең әлемде олар енді екі бөлек жолға түсті. Бірі міндет жолы, бірі естелік жолы. Керуен көзден ғайып болды. Сарай тынышталды. Ал Самат сол орнында ұзақ тұрды. Жел ғана қозғалып, өткеннің ізіндей сыбырлап тұрды. Уақыт өтті. Жылдар сырғып жатты.
Сарай өзгерді, адамдар ауысты, тарих жаңа беттерін жазды. Бірақ кейбір сезімдер уақытқа бағынбайды. Самат үшін сол бір түн, сол бір қарас, сол бір үнсіз қоштасу мәңгілікке айналды. Ол бұл туралы ешкімге айтпады. Бірақ әрбір жалғыз сәтте, әрбір тыныш кеште сол естелік қайта тірілетін. Және ол бір шындықты түсінді. Кейде адам жүрегін емес, тағдырын таңдайды. Ал сол таңдаудың бағасы өмір бойы сақталатын естелік. Және ең ауыр махаббат. Жүзеге аспаған, бірақ ешқашан өшпеген махаббат.